Баршаға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Салатқа қажетті заттар: қырыққабат, сәбіз, сарымсақ, пияз қажет болады. Ең алдымен сәбізді дәл осылай күштен өткізіп аламыз. Күштен өткізіп алған соң, жарты шай қасық тұз салып, дәл осылай қолмен езіп 20 минутқа қойып қоямыз. Мен осындай қырыққабатты қолдандым. Бұл қырыққабат жұмсақ болғандықтан кішкене ірілеу қылып турадым. Қырыққабатты турап алған соң, сәбізбен жақсылап араластырамыз. Енді өзімізге қажетті пиязды турап аламыз. Пиязды майда қылып турау керек. Қызып тұрған табада қызартып қуырып аламыз. Енді сарымсақты турап аламыз. Сарымсақты да кішкене қылып турау керек. Мен көк пияз қостым. Негізінде бұны қоспасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Табада қуырып алған пиязды салып, және дәміне қарай дәмдеуіштер. Бұл жерде тәтті паприка және бұрыш, сәбізге арналған дәмдеуіш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салат дайын. Сізде жасап көріңіз, өте оңай, әрі тез дайын болатын салат түрі. Дастарханға ұсына берсеңіз болады. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз.